Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ala men ittaba hudahu ila yevmiddin. Assalamu alaikum kadirменді бауырлар. Абай хакім өзінің бір өлеңінде мекен берген, хал қылған, ол лә мәкән, түп иесін көксемей бола мекен, және оған қайтпақсың, оны ойламай, басқа мақсат ақылға тола мекен дейді. Абайдың осы өлеңіндегі және 38-ші қара сөзіндегі Аллаға қаратыла қатысты айтылған лә мәкән сөзінің мәнісіне Алла қаласа бүгінгі дәрісімізде осы тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Алланың мекенсіздігі бұл бүкіл төрт мазһаб ғұламаларының барлық әхлі сүнна ғалымдарының иманы, сенімі, ақидасы деуге болады. Алланың мекенсіздігін біз кейде жалаң ақылмен түсінуге тырысамыз, сондықтан да қателесеміз. Бұған иман келтіру керек. Себебі біздер пенде болғаннан кейін, мүмкіншілігі шектеулі жаратылыс болғаннан кейін, кез келген нәрсені ойлаған уақытта, пайымдаған уақытта, түсінген уақытта міндетті түрде бұрын көрген, білген, сезген материалды нәрселерімізбен салыстыру арқылы түсінуге тырысамыз. Мысалға, балды өмірінде еш көрмеген бір адамға балды түсіндірсеңіз, ол неге ұқсайды екен дейді. Сіз оған балды түсіндіру барысында оны бір қандай да бір сұйық тәттіге, немесе бір вареньеға ұқсатып түсіндіруіңіз мүмкін. Міне осының өзі адам санасының кез келген нәрсені дүниеде болып жатқан, жүріп жатқан физикалық заңдылықтарға, көрген білген материалдық заттарына салыстыру арқылы түсінетіндігін пайымдауға болады. Сондай қорытындыға баруға болады. Ендеше Алла жайлы ойлаған уақытта да кейбір адамдар осылай қателеседі. Тіпті көп адамдар осылай қателеседі, өзінің көрген білген физикалық, материалды заттарымен салыстырады. Алла мекенсіз дегенде кейбір адамдар түсіне алмайды. Бұны түсіну өте қиын. Себебі бұл жерде иман керек. Өйткені уақытта, мекенде Алла Тағала үшін жүрмейді. Өйткені бұл ұғымдар кейіннен жаратылған, кейіннен пайда болған ұғымдар. Мекен пайда болғаннан кейін уақыт жүре бастады. Ендеше Алла Тағаланың әл-қидам, әл-әзәли, әл-әуәл, яғни әзәли, бар болуының бастауы жоқ деген Алла Тағаланың сипаттарын біз егер жалаң ақылға салатын болсақ, оны түсіне алмаймыз. Бұл жерде иман келтіру керек. Алла Тағаланың әзәли, бастауы жоқ деп. Ал егер біз оны міндетті түрде осы дүниедегі нәрселермен салыстырып түсінетін болсақ, онда біз жаңағы нәрсені қабылдай алмаймыз. Өйткені біз көрген кез келген нәрсенің бір бастауы бар. Кез келген нәрсенің бір себебі бар. Кез келген нәрсе белгілі бір уақытта пайда болған. Ал енді Алла Тағаланың әзәли, мәңгі, бар болуының бастауы жоқ деген ұғымды біз иман келтіру арқылы бойұсынбайтын болсақ, және Алла Тағаланың бұл дүниенің заңдылықтарына қатысы жоқ екенін, бұл дүниенің заңдылықтары Алла Тағала үшін жүрмейтіндігін қабыл етіп иман келтірмейтін болсақ, онда біз жаңағындай Алла Тағаланың әзәли деген сипатында қабылдай алмаймыз. Егер біз Алла Тағаланы уақытқа тәуелді етіп қоятын болсақ, онда қашан пайда болды деген сұрақ табиғи түрде, орынды түрде пайда болады. Бұл әрине қате нәрсе. Міне дәл сол сияқты Алла Тағала мекенсіз деген кезде де біз осы ұғымды, осы ұстанымды, осы иманды ұстануымыз керек. Себебі
Мекен бұл кейіннен пайда болған. Ешбір мекен жоқ кезде де Алла бар еді. Алла еш өзгеріссіз ұлы иеміз. Оған ешқандай сипат қосылмайды, ешқандай сипат кеммейді. Алла тағала әзәлден бар, яғни бар болуының бастауы жоқ және кемел. Мекен кейіннен пайда болды. Сондықтан Хазіреті Али радиаллаху ан былай дейді: «Кән Аллах уәлә мәкән». Алла бар еді, ешбір мекен жоқ еді. «Ва хуәл әна аля ма алейхи кән». Ол қазір бұрын қалай болса, дәл солай дейді. Яғни бұрын қалай мекенсіз болатын болса, мекен деген ұғым оған жүрмеген болса, ендеше мекен жаратылғаннан кейін де Алла тағала ешбір мекенді орын етіп алған жоқ өзіне. Ешбір мекенге тәуелсіз дейді. Ханафи мәзһабының негізін қалаушы Абу Ханифа, Алла ол кісіден разы болсын, өзінің өсиет атты кітабында бұл тақырыпқа қатысты былай дейді: وَنُقِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ. Біз Алла тағаланың аршқа оған ешбір мұқтаж болмастан және орнықпастан, отырмастан истиуа еткенін мақұлдаймыз, қабылдаймыз, соған иман келтіреміз. وَهُوَ حَافِظُ الْعَرْشِ وَغَيْرِ الْعَرْشِ. Алла тағала аршты да және басқасын да қорғаушы, сақтаушы. Мин ғойри ихтияжин, оған ешқандай мұқтаж болмастан. Фәләу кәна мұқтажан ләмә қадыра аля иджадил алам ва тадбирихи кәл махлуқин. Егер Алла тағала аршқа отыруға, орнығуға, жайғасуға, белгілі бір мекенді, яғни аршты мекен етуге мұқтаж болғанда дейді, онда Алла тағала мына әлемді жарата алмас еді және оны бағындырып басқара алмас еді дейді. وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْجُلُوسِ وَالْقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللَّهُ. Егер Алла тағала отыруға, орнығуға, белгілі бір мекенді мекен етуге мұқтаж болғанда, Алла тағала аршты жаратпас бұрын қайда еді дейді. Та'ала Аллаху ан залика улуан кабира. Алла тағала бұндай нұқсан, кемістік сипаттардан пәк дейді. Осы жерде жалпы сөйлемге қарап отыратын болсақ, Алла тағала аршты мекен етуге мұқтаж емес. Алла тағала арш жаратылмай тұрғанда да бар еді. Егер аршты мекен етуге мұқтаж болғанда, Алла тағала аршты жаратпастан бұрын қайда еді деген сұрақты қояды. Бүкіл ғалымдардың қабылдап түсіндірме жазған Тахауи ақидасында мындай сөйлем кездеседі: ла тахуихи әл-джихату сит. Алла тағаланы 6 жақ қамти алмайды. Яғни кез келген физикалық дене үшін жүретін оң, сол, алды, арты, үсті, асты сияқты белгілі мекенді, жақты білдіретін ұғымдар Алла тағала үшін жүрмейді дейді. Алла тағала үшін ыстық, суық деген ұғым жүрмейді. Ол физикалық заттарға арналған нәрсе. Сол сияқты қозғалу, тоқтау іс-әрекеттері де, ұғымдары да Алла тағала үшін жүрмейді. Міне дәл сол сияқты Алла үшін уақытта, мекенде жүрмейді. Алла тағала уақытқа да, мекенге де тәуелді емес. Себебі бұлардың бәрі кейіннен жаратылған. Алла үшін өткен шақ, осы шақ, келер шақ жоқ. Алла тағала бұларға тәуелді емес. Алла тағаланың ешбір сипаты өзгеріске ұшырамайды. Ол әу бастан кемел. Ешқандай сипат қосылмайды, азаймайды. Енді Алла тағала әу бастан мекенсіз еді, кейіннен аршты мекен етті дейтін болсақ, онда Алла тағалаға истиуа сипатын бір сипат ретінде қосып, Алла тағала бір мекенсіз еді, енді мекен етті деп жаңа бір сипат қосқан боламыз. Бұл әрине біздің ақидамызға Алла жайлы
түсінігімізге қайшы. Ендеше, қадірлі бауырларым, Алла жайлы ойлаған кезде өте абай болуымыз керек, және Алла тағалаға қатысты ұғымдарды түсінген кезде, немесе иман келтірген кезде, оны өзіміздің көрген физикалық заңдылықтармен салыстыру арқылы түсінбеуге тырысуымыз керек. Міне сондықтан бүкіл ақида ғұламалары мынандай қағиданы қатаң ұстанады. Күллу ма хатара би балика Аллаху ғайру зәлик. Сенің ақылыңа, пайымыңа, санаңа, түсінігіңе Алла жайлы қандай нәрсе келсе де, Алланы мынандай деп, анандай деп қалай пайымдасаң да, Алла тағала дәл сені ойлағандай емес дейді. Алла тағала одан өзгеше дейді. Міне сондықтан Абай атамызда бүкіл қазақ зиялылары ар жағын былай қойғанда, бер жағындағы кешегі шәкәрімдер, Ыбырай Алтынсариндар, Мәшһүр Жүсіптер Алланың мекенсіз екендігіне иман келтірген. Бұл біздің ақидамыз. Бұл әхлі сүнненің ақидасы. Алла қаласа келесі дәрісімізде Құрандағы Алла тағала аршқа истиуа етті деген аяттарын қал қадірімізше тәпсірлейтін боламыз.